Ассаламағалейкум құрметті көрермендер. Бүгінгі түсірілімде біздің Hyundai Accent 1.6 міне панельдегі чек жамып қалды. Диагностикаға түсірсек, екінші цилиндр істемей тұр дейді, катушканы ауыстыру керек. Екінші катушка істемей тұр деп жатыр. Соған осындай катушка алдық міне. Барып дүкеннен осыны ауыстырамыз. Осындай міне корейский деп жатыр міне. Өзінің оригиналын алдық, 7,5 теңге тұрады екен. Соныкі ауыстырамыз. Міне крышкаларын ашамыз, болттарын шешіп жатырмыз бәрін. Болттарын шешу керек, соның астында болады цилиндр. Көреміз осыны. Міне екінші цилиндр ғой бізде, екінші цилиндр ашып жатырмыз. Екінші цилиндрді ашып жатырмыз міне. Қазір катушканы ауыстырамыз. Айсам, мана нені әкеш, коробканы әкеліп отыр. Соның ішінде алдан. Ашай, не қытан? Күйген қайыр? Жаман күйгіз. Күйген ғой қоршы? Не, пробитый. Екінші цилиндр жарамайды. Ашияны? Қазір. Ашияны? Міне, короче, екінші цилиндр. Алдында міне 2 мен 3 пен 4 қой, 3 пен 4 ауыстырған едік алдында. Мынаны қарасай. Ай, қосаңыз. Не? Резинкасын да ауыстырса болады екен ғой, значит, Не. күйген жағдайда осылай. Катушканың резинкасы күйген жағдайда оның резинкасын ауыстыруға болады, ремонтқа жарайды екен. Көрдіңіздер ма? Осы себептен машинада чек жанып, машинаны травить ететіні осыдан. Міне қазір соны ауыстырып отырмыз. Не. Екі өтмештер. Тоқ осынып жатыр ғой, тоқ өтпей тұр. Lazım. Papa, mama. Ya bismillah. Bismillah. Ал құрметті көрермендер, көрдіңіздер ма міне? Катушкада ауыстыру өте оңай. Өйстіп бетіндегі крышкасын шешкеннен кейін бір болтты босатасыздар, катушканың шишкасын шығарасыздар, катушканы шығарып ауыстыра берсеңіздер болады. Қазір машина оталдырып көреміз. Балам, арып тұр. Қазір машина оталдырып көреміз. Енді ошибкасын кетіру керек. Ешқандай не жоқ. Травить етіп атқан жоқ уже. Міне машинаны оталдырып қойдық. Дауысы ешқандай не жоқ. Өзгеріс болғанда өзінің сағатта істеген дауысы. Травить етіп атқан жоқ. Ең маңыздысы ғой, неге травить етеді ғой, неге. Катушка дұрыс істемей тұрған жоқ. Болды, крышкасын жабамыз. Машинаны тексереміз, қазір ошибкасын кетіреміз. Екінші жолын көрсетеміз, бірге ошибканы қайтып кетірудің. Біздің жайымызда диагностика болмағаннан кейін ошибкасын басқа жолмен кетіреміз қазір. Ал достар, міне көрдіңіздер ме, катушканы ауыстырып қойдық. Сонда да приборда біздің чек жанып тұр. Ол чекті өшіру үшін диагностикамен өшіреді, же болмаса екінші тәсіл бар, соны көрсетеміз, сіздерге қайтып өшіру керек екен. Диагностика болмаған жағдайда машинаны өшірдік. Міне біздің диагностика болмаған жағдайда ошибканы кетіретін біздің екінші бір тәсіліміз бар. Сол тәсілді сіздерге көрсетеміз. Аккумуляторды ашу керек, үшін алып тастау керек. Екі клемманы аласыздар.
Ұзындығы жетпейді. Мына ключ. Екі креманы бір-біріне жалғайсыздар. Креманы ғана үстіп жалғап тұрасыздар 5-10 минут. Сол кезде машинада полный перезагрузка болады да, машинадағы компьютердағы ошибкалар кетеді. Міне осы екінші тәсіл. Диагностика болмаған жағдайда ошибканы осылай кетіресіздер. Так, достар, катушканы ауыстырдық, машинаны оталдық, айдап келдік. Сонда да фишка өспеді. Бірақ машинаның тартысы өте жақсы болып қалды, ешқандай травить етпейді. Тартысы нашар емес, тартысы жақсы болып қалды, бұрындағындай. Енді мынау фишканың ошибкасын диагностикамен өшіру керек. Біз аккумулятор бір-біріне жалғап кеп өшірейік деген едік, перезагрузка. Одан өшпеді ошибка. Енді тек қана диагностикамен өшіру керек деген ойда болып тұрмын енді. Достар, міне біздің бағанағы өшпей тұрған чегіміз 100 шақырым жүргеннен кейін машинаны өшіріп қосқаннан кейін өзі өшті. Содан кейін мен тағы да 200 шақырымда жер жүрдім. Ешқандай чек қайт жанған жоқ. Мынау біздің бағанағы жасаған перезагрузкамыздың да жәрдемі тиді. Чегіміз өшті міне. Полный перезагрузкадан болып, ешқандай ошибка көрсетіп жатқан жоқ. Міне машинаның тартысы, машинаның жүрісі, мотордың істеуі өте жақсы, қайтып өз орнына келді бұрынғы. Чегіміз де өшті. Анау қызыл жанып тұрған біздің ол рушник жібердім міне. О да өшті міне. Біздің прибор толықтай таза болып тұр міне. Ешқандай ошибка жоқ, бәрі жақсы. Егер де мен видеом ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.